Кене ханның кегі. Қырғыз биі мәмілеге ілесе келген тұтқындағы манаптардың адамдарын дереу айыл-айылға шаптырып, өзі боз үйін тіктіріп, бір көк қасқаны жықтырып, қазақ жұрағаттарымен қалды. Ертеңінде шабармандар түс болмай әсем киінген 100 жігітті жинатып алып келді. Енді бір маңнан 20-30-ға тарта құрық сүйреткен аттылар 1000 жылқыны шұрқыратып айдап жетті. Әлден уақытта 10 орданы артып, шаңырағына 10 қыран қондырған, жанына тазы байлатқан 20 нардан тігілген үлкен керуеннің легі көрінді. Олардың тұсында 4 үйір жылқы келе жатты. Осы нөпірдің арасында кіл-қара атқа мінген, үстілеріне қызыл жейде киген 20 жігіт бар еді. Кейбірінің көздері бұлаудай ісіп қызарған. Таң сәріде бәрінің жаназасын шығарып жіберген. Бұлар Кенесары ханның өтеуіне бауыздалатын міскіндер. Шыжым би жанындағы мәмлегерлермен Тәнеке батыр мен Барақ сұлтанға келді. Алдияр би, уәде еткендей бәрін қамдадық. Жан тапсыратын 20 жігітте дайын, жаналғыштар да әзір. Тек қырғызды қыра көрмеңіздер. Алтадырдың ар жағында Ағыбай батыр, Самсалаңның қойнауында Сұраншы батыр қол жиып жатыр дегенді естідік. Дауысы дірілдей бөгілді. Тәнеке оң қапталындағы мүсәпір мен Қиырбайға егін қақты. Уәде Құдай сөзі болғанда мәміле Алланың аманаты. Қырғыздар өздері ханның құнына 20 қыршынды қиып отыр. Алланың әмірі солай шығар. Жаналғыштардың бауыздаған көздерімен көріңдір. Мақұл, Алдияр. Бұл кезде ессіз кіл-қара ат кекілік сеңгірдің 11 жыраға қарай иініне барып ұйылыға матасыпты. Одан әрі таман қарбалас, қапылыс. Жан-жағын қаумалаған ала қалпақты аламандар бақырған шақырған айғай сүрен басталып кетті. Құрбан болатындай жазығым не? Қалай қиясыңдар? Қыршын ғұмырды дейді, ышқынан тұншығып қасіреттен. Енді қайсы бір есіріктене бақыра озандады. Жаналғыш қара жүрек жөйіттердің үндері керісінше қатты, шолақ, нық. Әпсетте қындарынан алмас қанжарларын суырып, күре тамыры білеуленген алқымнан орып кеп жіберді. Алла, Алла деді әлдегім. Мүсәпірлер қалыңның ішіне енгенде қыбылаға қаратып, құныкерлерді бауыздап, жан алып жатыр еді. Апысты қан қара тасқа шапшып, төмен қарай буы бұрқырай ағып жөнелді. Қол аяқтары байланған жас денелер жан тәсілімен қалш-қалш етіп, кеңірдекпен өңеш қор-қор дыбыс шығарады. Боздақтардың маңайында үстілеріне қара жарғақ киген, өңкей бір қабақтары түксиген шомбал диюлар жүрді. Кенесары ханның киесі мен назасы. Наурызбай сұлтанның аруағы қырғызды ата көрмесін. Бір жаратушы Алла өзің кешіре көр. Мына жастардың жанын қинамай ала көр. Пірадар күңірене сөйледі. Өтеліп, құн төленгеннен кейін сол жерде Тәнеке келісім бойынша қолына түскен Дөнентай, Дайырбек, Қалша, Бөлекбай манаптарды матаудан босатып, Шыжым бидің алдына салды. Тек Түрегелдіні және оның ел жұртын өздерімен алып жүрді. Өзгедей қарапайым халыққа қару көтермеді. Тұтастай қырғыз жұртын шапқан жоқ. Тек Кенесары мен оның серіктеріне өлім кештіргендерді аямай жазалады. Сөйтіп Кенесары ханды өлтірген қырғыз манаптары қазақтардың кек қолауынан қорқып, қазақ ханы мен сұлтандарына құн төледі. Ханның бір басы үшін 20 жігіт бауыздалып, 100 ақ сүйек жігіт ақ үйліге берілді. Өйткені осы тұста қырғыннан аман кеткен Ағыбай қолбасы да Майтөбедегі майданға қатысқан сарбаздардың басын құрап, Кенесары ханның кегін қайтару үшін Қырғызға қарсы жорыққа шығу жөнінде Әулиеата мен сыр бойындағы елдердің арасына үн тастаған еді. Бұл дүрмектің алдында ханның 15 жасар ұлы Жапар мен 13 жасар ұлы Тайшы жүрді. Олар көздеген мақсаттарына жетудің бір жолы 20-30 мың елі бар Ергере мен Әулиеата аумағын мекендейтін қыпшақтарды жұмылдыруға ұмтылды. Түпкі ниеттеріне тоқтаған Кенесарының қос ұлы Қаратаудың маңайына қоныстанған ауылынан Түркістанға қарай бет алды. Олар қыпшақ жауынгерлеріне жолығып, мұсылман құл әмірге әкелерінің өлімі үшін қара қырғыздарға қарсы бірлесе қол құруға ықпал етулері жөнінде бұйымтай айтты. Бештілер қаршадай төрелердің бетін қақпады, келісімдерін берді. Жетісу қазақтар да қыпшақтардың қолдау білдіретінін естіп, Сауырық пен Сұраншы батыр бас болып, қырғыз манаптарынан Кенесары ханның өліміне құн сұрады.
Кенесары ұлдарының қара қырғыздар мен казак орыс жасағына қарсы қол жиып жатқан білген үлкен ордадағы ақ патшаның өкілі капитан Перемышльский дереу басшыларына баянхат жазып хабар берді. Бұл хабар Қопалдағы атаман Абакумовтың құлағына тиіп, ол жаны шыға Омбыдағы генерал Вишневскийге: по собранным сведениям узнал я, что кыпчаки в числе 8000 человек с сыном Кенесары пришли к черным киргизам требовать у них пленных, захваченных с Кенесарой равно и самих на верноподданство, на что сии последние решительно отказали, но боятся их многочисленности, особенно Манап Джангарач, кочующий ближе к Ташкению деген алаң мен үрей бар хатын жолдады. Ақыры сатылай жылжыған ақпар Петербордағы әскери министрлікке жетіп үлгерді. Міне осындай қырғыздар тұс-тұстан қысымды сезінген уақытқа дөп келген Тәнеке мен Барақ сұлтан бастаған жорық ораймен болып, хан мен сұлтандардың қазақ сарбаздарының қасіретті өлімі үшін сұраған құнды алды. Ал қырғыз шонжарларының Кенесары ханның қолын талқандап, өзін өлтірген 5 ай ғана бұрынғы сәуірдегідей тізе қосып бас құрай алмауы Ресей империясына аса қауіп төндірген ханның көзі жойылып, басқыншы орыстардың ауқымды шараны абыроймен аяқтаған кезі болатын. Сондықтан ауыздықтылер дәл сондағыдай ықылас танытып, әскерін жіберіп, Қоқан мен Қырғызды қойыртпақтатып жатпаған еді. Арқа сүйір орыстың қарасы өшкеннен соң манаптар мен шоралар жайдақ суды жалаң аяқ кешкендей тайғарақтап қалды. Керісінше бұғы руы сияқты өктемдіктен жапа шегуші қырғыз жұрты Тәнеке мен Барақтың жорығы арқасында манаптардың қыспағынан сәл де болса құтылып, кеңінен бір тыныстады. Осы сойқаннан соң қырғыз ішінде Кене ханның кегі деген оқиға қалды. Төрегелдіні болыс Қопалыға келіп түрмеге жаптырды. Елдеріне жау шапқанда құйрығын борбайына қысып үй іргесіне тығылатын дүрегейлерше қара қырғыздың білеуттері бас көтермей бұқпантайлады. Тәнеке мен Барақ бастаған қол қордай асуынан төмен құлдағанда білеуттер інінің аузынан шыққан саршұнақтай баспалап тығылған жерлерінен өңештерін соза жан жаққа үрке қарады. Жаудың қарасы әбден өшті дегенде барып мән жайды білуге атқа қонған. Жантай айнымас достары Сыпатай мен Рүстемге адам шаптырып, Түрегелдіні босатып беруге қолқа салды. Сонда екеуі бірдей: Найман Матайға қарсы сөзіміз өтпейді, біздің құтқаруға шамамыз келмейді деп ашығын айтты. Бірақ Тәнекенің жіберген бір қателігі бар, ол Түрегелдіні Қопалы уезіндегі орыс қолына табыстаған екен. Сондықтан орыс ұлықтарымен сөйлесіңдер. Кенесарының кесілген басын апарсаңдар, олар Түрегелдіні босатып береді деді. Ботпайдың биі мен Жаныстың төресі әлгіндей ақыл айтқан соң Жантай бастаған манаптар Орманбеттің алдынан табылды. Бәрі хан Кенені тұтқындағандағыдай алшаң басып жарқ-жұрқ ете алмай, арты күйген күшіктей күйбелектейді. Араз адамдардай бір-біріне тура қарай алмай көзінің қиығын жүгіртеді. Халыққа қадірлілер жеме-жемге келгенде елді тастап қашып кеткендеріне қысылатындай. Түрегелдіні де сол кезде ерте кетпеген екенсіңдер. Орманбет қиыс қарай Жантайға жазғыра ләм қатты. Бәрі құлақтанды деп ойладық қой. Жарайды, болар іс болды. Енді қарекетке көшейік. Әлдегі Мараша ләм тастады. Осы әредікте Жантай сөзін жандандыра түсті. Сыпатай Түрегелдінің айылын шауып өзін тұтқындап әкеткен Тәнекенің қателігін айтты. Орманбеттің үш бұрыш көзі шажырқайдың безіндей бағжаң етті. Не қателік? Ол Түрегелдіні Қопалы бекінісінің түрмесіне қаматыпты. Яғни бауырымыз орыстардың қолында. Орыстар біздің сөзімізді жерге тастамайды. Барып бұйымтай айтайық дейсің бе? Иә, барып шаруаны түсіндірейік. Орыстың қас жауы болған Кенесарыны тұтқындаған үшін оны қазақтар жазалап отыр, босатып беріңіз дейік. Босата ма? Әрине босатады. Қолдарына Кенесарының бас сүйегін табыстаймыз. Ол оны одан әрмен қарай Ақпатшаға қуана жөнелтеді. Ал бұларың қисынға келетін сияқты, енді кімдердің қолына бас сүйекті ұстатып елшетіп жібереміз? Оныңды жөнін ойластырған едім. Маған салсаңыздар, жандарал губернатор Горшаковтың алғыс қағаз алған қалғол барғаны дұрыс. Орынды деп жамырасты өзге отырғандар. Оның қасына кімді қосасыңдар? Басты-басты екі рудан бір адам шықса, үшеуі жарайды. Дұрыс екен. Орманбет кеудесін көтеріп, төңірегіне бітеу мойнын соза қарады. Білмейтін жердің ой шұңқыры көп, біреу бастап апару керек қой оларды. Жолда әлдегімдер шұрасып,
қанжығаларында ханның басы барын білсе, өздерінің басын қағып әкетер. Сыпатай мен Рүстемге жүктейміз. Солардың адамдар бастап апарады әрмен қарай. Жиен жарап тұр. Ақшасын алып беді олар. Тең жарымын алған. Олай болса, бұл қарекеттерінің қайыры бар тәрізді. Орыстың қолындағы адам босанып шығар. Ал енді тұтқында кеткен 500 кісіні қалай қайтарамыз? Манаптардың тауы шағылған тұсы осы болды. Бір лажы болар, екпіндей шыққан Жантайдың үні әп-сәтте бәсейді. Әуелі Төрегелді аман есен ортамызға оралсын. Міне, осындай кеңестің келесінен өрбіген ұйғарым бойынша атқа қонған үшеу Мұраттардың бағалы бұйымына айналған басты қоржынға салып, арнайы сапарға аттанған. Бұл уақытта бастың миы мен қарашығы ағып, құрқан қасқа алғантын. Баян жүрек өңірін Рүстем төремен талай шарлаған атқосшы 6 адамды бастап, таң ата Қопалы бекінісіне суыт жетті. Оған жүктелген тапсырма жанындағы адамдарды жат көзге түсірмей, тікелей патша приставы подполковник Степан Абакумовке апару. Болмаса, Қопалы уезі басқарма басшысы Рентальға жолықтыру. Сондықтан жері жадысын жақсы білетін жарынды тек түн жамылып жүруді қолай көрген. Күндіз ат шалдырып тынығып жататта, қорқаулардай түнде жортады. Біреуінің жетегінде ер тұрман мен ереулі ат бар. Қарағайдан қиылып салынған үлкен үйдің дарбазасына ат басын тіреді. Патша үкіметінің үйі осы. Ат қосшы сыбыр етті. Кәндегі иттер шабалана үріп, қайсыбірі қоршаудың іргесінен суырылып шығып, тап-тап берді. Ізінше мылтық асынған әлдекімдер көрінді. Рүстем төренің атқосшысы орысшаға да жүйрік екен, сақал мұрты қауғадай сарқылшықтармен тілдесіп, көп ұзамай барлығы қырғыз приставы Абакумовтың алдынан табылды. Біз Қарақырғыздар Астықкөлден келдік деп бастады Қалығұл. Ақ патшаның айтқанын жерге тастамай үрей тудырған Кенесары ханның көзін құрттық. Міне, сол еңбегімізге алғыс айтқан Жандаралдың хаты. Қойынынан шүберекке оралған 4 бұрышты мәйпездей ашып, бүктелген қағазды шығарды. Қыртысын жазып, атаманның алдына тастады. Ондағы көзіне танысты әрі ыстық Горчаковтың мөрін көрісімен жендеттердің басшысы құбылып, түсі өзгеріп кетті. Қарақырғыздың қайыс бетіне бір қарап, алдындағы қағазға саусағын соза берді. Оқып шықты да, орнынан атып тұрып, Қалығұлдың қолын қысты. Өңіне күлкі жүгіріп, дауыс ырғағына да әуен араласты. Осындай қаптағай тәнеке болыс, Кенесары ханның кегі үшін елімізді шауып, Төрегелді манабымызды тұтқындап әкетті. Манапты осы Қопалы бекінісінің түрмесіне қаматыпты. Сонда отыр деп естідік. Қоршаудай қашып шыққан ханды ең әуелі қолға түсірген сол Төрегелді. Ақ патшаға сіңірген еңбегі зор. Сондай орыс үшін ісі ерен адамды тұтқыннан босатып берсеңіз. Аядай бөлме ішінде болмашы тыныштық орнады. Сіздерге ортақ қас жауымыз Кенесарының бас сүйегін ала келдік. 10 қапталындағы қоржынына қолын сұғып, көк пүлішке оралған бас сүйекті Абакумовтың үстелінің үстіне қойды. Ол бұйымның орауын жазып, мойнын екі жағына кезек қиқайтып, мұрны опырайған қаңқаны айналдыра барлай қарады. Кенесарыны қалай өлтірдіңдер? Қолға түскеннен кейін ханды тұтқындадық та, әскерінің бірін қалдырмай қырдық. Өзін содан кейін халықтың алдына шығарып, елге қан құмар Кенесары екенін айтып, басын шаптық. Кеудесін мақтаныш кернеп, Қалығұл ұзақ баяндады. Сөзге ілткенде жымсық көздері ара-тұра бағжаңдап, қиқы-жиқы сары жағал тістерінің арасынан қызыл тілі сумаң-сумаң көрінеді екен. Мысық мұрттары желп-желп етеді. Оның ақ патша үшін тындырған ісіне риза болған пристав: Төрегелдіні қазір шығартып берем, бірақ ың-жыңсыз, бөтен көзге түспей кетіп қалыңыздар. Кейін абайсызда қашып кетіпті деріміз деп тиянақтады. Бұйымтайшылар басын шұлғып бәйек қақты. Сөйтіп, Сыпатай мен Рүстем төренің айтқандары дәл келіп, Қопалдағы орыстар Төрегелдіні түрмеден астыртын босатып жіберді. Бірақ ол тұзақтан құтылғанмен ажалдан құтыла алмады. Еліне келгеннен соң Кене ханның қаны үшін тісін қайрап жүрген Ергенедегі мұсылман құл бастаған қыпшақтар Манапты ат құйрығына байлап сүйретіп өлтірді. Арманда кеткен Кенесарының кегін қырғыздардан қайтарғаннан кейін Тәнеке би мен Барақ сұлтанды халқы қазақтың соңғы батырлары атады.
атышулы Кенесары ханның жақтасы, жанашыр іздеушісі болғанмен, Тәнеке би мен Барақ сұлтан патша өкіметі алдында да беделден айырылған жоқ. Қос алыптың айбындылығынан шығар, айыбы көзге ұрып тұрса да еш қайсының батылы барып кінә таға алмады. Көкқия тауының Қызылағаш пен Сағабүйен арасындағы бір шатқалы күні бүгінге дейін Қырғызсай аталады. Өйткені 500-ге тарта тұтқындап әкелген жанды сонда қоныстандырып, күндіз түні бақылау орнатқан. Тәнеке болыс өзі ара-тұра ар жағынан терең өзекті басып кеп, Көкқияның төбесінен қырғыздарды қарап қояды. Қазіргі кезде ол қырғыздар Қаптағай руының бір тармағы Қыдыралы қырғыз боп, матайлардың арасына әбден сіңісіп кеткен. Қайсы біреулері өздердің түбі қырғыз екенін де білмейді. Қырғызсың десең, жанжалдасуы да мүмкін. Әділбек Ыбырайымұлы. Оқылған Қуат Ахметжанов. Мәлімет abay.kz сайтынан алынды.